Алдарыңызда 1992 жылғы 4-8 объеммен полный привод карданмен гранатпен емес шатыстырмаңыздар. Механикада Aro 24 достар. Румынский Геленваген. Сұрасаң бел тұрғандай ай, айға қашмай сары жел тұрғандай ай. Күнмен айың басқаны мен қайтейін ай, балшыбықтай бұралып сен тұрғандай ай. Отта тұрғандай, қалай көзің ашып жұмғандай. Ал достар, ұстаңыздар көздеріңізді қолда, қазір көрсетеміз. Бұл Aro несімен ерекше? Ең бірінші айтатын жайт, мына жерде көріп тұрғанның барлығы. Мына жарық, мына лебедка, мына түрі, машинада не бар болса, соның барлығы құжатында заңдастырылған. Тек қана аласыз да мініп, жаңағы қалаған приключениеңізге жолға шығасыз. Ал енді сіздерге тағы да бір қызығын айта кетейін. Қазір несін? Так, моторын ашамыз қазір достар. Бұл жерде сіздерде міне мынадай керемет дүние күтіп тұрады қазір. Бұл жаңағы айтқанымыздай достар, жолшы жерді де таңдай қоймайды емес, бұл көлік жаңағы суды да таңдамайды. Мына жердің барлығында экранированный жаңағы тоқ сымдар, су өтпейтін қозғалтқыш, свечаларының өзі жаңа военный техникалар сияқты міне мынадай крышкасымен жабылып тұр барлығы. Жаңа свечный неге проводқа су кіреді, андай мындай деп жүрмейсіздер. Міне барлық нәрсе осылайынан жабық тұр, су өтпейді. Міне қараңыздар, осындай міне керемет. Мына жерде су жаңа қозғалтқыш тұр достар. Жап жаңа. Міне отырыс, то есть посадка осындай бұның ішінде. Әдемі, прям четко былайнан отыра беруге болады, управлять етіп, переключение мягкий. Достар, негізі бұл кезінде военный болғаннан кейін, мына түрі негізі совсем басқаша. Мынаның барлығы темір болады, мына жерлер темір жесткий болады, былай отырасың ішінде. Соның барлығын алып тастағанда өзгертіп, мына Волганың сиденьелерін салған комфортный болу үшін. Сосын мына руль Волганыкі, сосын мына экран, кино көруге, YouTube көруге, немесе жаңағыдай камера артқы бейнені қосады. Панельдің барлығы жаңағы Волгадан алып салынған. Өзіне жарасып тұр, әдемі. Жаңағы эвополиктармен, переключатель, мына жерден темекіге арналған, темекі шегетіндер болса міне. Мына жерден жаңа жарықтар, алдыңғы терезелер кнопкамен мына жерден ашылып жабылады. Подсосты білесіздер. Так, мынау бағанағы айтқанымыз ручник, сигнал, істейді сигнал. Тағы не бар? Мынау жаңағы кондерді сіздерге видеода көрсетілді ғой. Кондер мынау төбеден ұрып тастайды деп қорықпаңыздар. Бұның пульті бар отдельно. Пультымен бірге, сосын мынаны міне былай жан-жаққа, то есть қалаған бағытқа бұрып қоюға болады достар. Міне. Өте қатты салқын соғады. Ішінде отыру мүмкін емес болып кетеді. Сондықтан бір қосып салқындатып алып, әдемі температурада жаздың күні ыстықтан қорықпай жүре беруге болады. Ал достар, міне салонын сіздерге түсінікті қылып жеткізуге тырыстым деп ойлаймын. Арты барлығы жайлы, жұмсақ, өзіне жарасымды. Ары қарай жалғастырайық. Мына қозғалтқышқа келетін болсақ, достар, мына жерде дополнительный міне өзінің гур насосы бар. Гурға қосымша газелевский насос қойылған, міне көрдіңіздер ме? Отдельно, чтобы руль жеп-жеңіл бұралу үшін, жаңағы батып қалған кезде жаман жолдарда тегіс жол болсын, руль жеп-жеңіл. Сосын мына қазір видеода көресіздер, кондиционер бар бұл жерде, сосын мына LED освещениелер бар, лебедка бар. Соларға арнайы мынадай мықты BMW-ның несі генераторы қойылған, міне достар. Ал тағы бір қосымшасы, ол міне мынау жаңағы воздушный система, то есть мотор судан қорықпайды. Ең бастысы мына жерде міне су кіргізіп алмасаңыздар болды. Осыған дейін суға кіре берсеңіздер, спокойно жүре бересіздер. Ал енді қалған қосымшаларына өтейік достар. Жабыламыз қазір. Так. Кімде қандай сұрақ бар көлік жайында комментарийға жаза отырыңыздар. Барлығына жауап беретін боламыз.
Так, ендігі келіп айтатын жайттардың барлығын жаңа видеоларда көрсеттік. Кстати, достар, мына лебедка. Бұл жерде жаңағы өте мықты лебедка қойылған. Бұған разрешение алудың өзі өте қиын болды. Сертификат сұрады, басқа қылды. Бірақ енді кез келген машинаны жолдан шығып кетсе де тұрған жерінде өзі-ақ тартып алады. Машинаның қосымша күші керек емес. Осындай мықты өзін өзі сүйреп шығаратын лебедкасы бар. Сосын достар, айта кететін жайт, бағана айттым ғой видеода, бұл машинада не жоқ, гранат жоқ, полностью кардан. Алдындағы мостта да, артқы мостта да карданмен жүреді. Сосын ең басты ерекшелігі, задний передача дейміз ғой, артқа жүрген кезде 4 баллонда автоматически блокировка болады. То есть блокировка передачаны қосудың қажет жоқ, заднийға алсаңыз, өзі 4 аяғы бірдей блокировка болып, 4-еуі бірге айналып шығып кетеді. Осындай керемет ерекшеліктері бар. Қазір мына жерде мини жаңағы қазақтарда бар ғой, кетер аяқ дейміз ғой, сол сияқты кетер аяқ. Мына жерде міне жаңа видеода көрсетіледі. Мынау ашылады, мына жерде бөтелке тұратындары бар, андай бар, мындай бар. Осы жерде тұрып жаңағы шай ішіп, немесе түсіндіңіздер, не ішуге болатын тағы да. Ішінде жаңағы тоже мини барлар бар. Багажнигі барлығы қазір видеода көрсетіледі. Кстати, достар, су жаңа қыстық дөңгелектермен тұр, дайын кез келген жолға, өте әдемі стильмен, мықты дискалармен тұр. Және жап жаңа липучка несі бар, всесезонный летний резиналар бар, достар. Бакі, кстати, 90 литр, бензобак 90 литр. Так, енді алдына келетін болсақ, мына жерде міне жаңағы видеода көрсетіледі. Мына жерде мынаны былайынан аламызды, мынаны артқа қойып, жаңағы нарды ойнауға болады, шай ішуге болады, әңгіме айтып, немесе белка ойнауға болады. Қарағандылықтар, жезқазғандар мені түсінеді деп ойлаймын. Алып кеттік. Так, тағы несі бар? Мына кондиционерді жаңа әдейі қойылған айттым сіздерге. Артқа алған кезде жаңағы артқа жап-жарық болып жанады түнде. Айта берсек, ерекшеліктері өте көп, достар. Өте көп. Машина мықтылығына сөз жоқ. Келіп, өзіңіз отырып, мықтылығын сезініп, маған осындай көлік керек десеңіздер, біз сіздерді Астана қаласы Жұмекен Нажмеденова 62 мекен жайы бойынша күтетін боламыз. Ал басқа да сұрақтарыңыз болса, Aro 24 жайында, немесе басқа да маған лично сұрақтарыңыз болатын болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Кім бұл көлік жайында не біледі, соны да комментарийға жазып, подписаться етіп, тың-тың-тың қоңырауды басып қойыңыздар. Менің жаңа видеоларымды жіберіп алмайсыздар.